Шымкент қаласы номері 89 IT мектеп лицей директорының тәрбие жөніндегі орынбасары, тарих пәнінің мұғалімі Қамбар Дәулет Сүлейменұлы. Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты әдістемелік орталықтың ұйымдастырылуымен өтіп жатқан сабақтар шеруіне 9 сыныпқа арналған Қазақстан тарих пәнінен Қазақ КСР экономикасының шикізатқа бағытталуы тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі жаңа тақырып бастамас бұрын сіздермен үйге берген тапсырма, яғни тың игеру жылдарында Қазақстан тақырыбы бойынша сіздерге үй тапсырмасы берілген. Сол сабақ бойынша бір шолу өтсек. Үй тапсырмасына кім дайын? Лаура. Қазақстанға Никита Хрущев КСРО басшысы болып келгеннен кейін тың игеру мәселесі идеясын, яғни қолға ала бастады. Осы кезде ең көп бөлік осы Кеңес одағы солтүстік Қазақстанда, солтүстік Кавказда, Сібірде және Орал аймақтарында іске асырылу жоспары жасалды және ең алдымен 13 миллион жерді игереміз деген жоспарды бұза отырып, ол 19 миллион жерді игеріп тастады. Яғни ғалымдардың өзі осы кезде осыншалықты көп жерді көп көлемде игерудің зиян екенін айтқан ескерместен Нысандары көп болды. Оның біріншісі топырақтың эрозияға ұшырауы және де топырақтың құнарлы беттерін желдің ұшырмай кетуі болды. Және де осы тың игеру барысында одақтас мемлекеттердің басқа мемлекеттерден көптеген адам әкелінді және де осы жұмыс барысында 650 мыңға жуық адам әкелінді. Алайда оның 130 мыңы ғана тың игеруге қажет болды. Осындай көп адамның әкелуі елдің экономикасының құлдырауына әсер етті және де ет пен сүт өнімдері азайды. Оған себеп жайылымды жерлер азайтады. Барысында КСРО басшысы Хрущев елімізді ары қарай нығайту керек деп шешті. Алайда осы уақыт аралығында Шаяхметов өз қарсылығын білдірген болатын. Өйткені Қазақстанда осы тың игеру барысы ары қарай дами беретін болса, яғни Қазақстандағы мал шаруашылыққа көптеген әсерін тигізетіндігі туралы. Оқушылар, бүгінгі үйге берген тапсырма бойынша бір жол бағдарламасы арқылы біз сіздерге 5 сұрақ дайындап келдім. Сол сұрақтарға жауап беруге әрекет жасап көрейік. Бірінші сұрақ: тың игеру науқаны қай жылдан бастап алды? Кім жауап береді? Гүлсара, таңертең береміз. Үстінен бағып, жанына кеп қоясыздар. Үстіне кеп қоясыз. Қазір жауабын соңында көреміз. Екінші сұрақ: тың игеру кім кезінде болды? Тың игеру, көреміз. Жарайды. Үшінші сұрақ: 1953-57 жылы ауыл шаруашылығына екінші механизатор келді. Кел. Жарайды. Төртінші сұрақ: Шаяхметов не себепті қызметтен алынып тасталды? Мадина, кел. Соңғы сұрақ: 1954 жылы Қазақ Компартиясының орталық кеңесінің бірінші хатшысы болып кім? Енді дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Бірінші сұрақ: дұрыс екен, 2. Жалпы бәріне дұрыс жауап бердік. Бүгін біздің жаңа өтетін тақырыбымыз Қазақ КСР экономикасының шикізатқа бағытталуы. Сіздерде тақырыптар бірінші бетте орналасқан. Бұл тақырып бойынша біздің сабақ мақсатымыз 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы әскери өнеркәсіп кешендерінің Қазақстанға келісім зардаптарын талдау және қоғамдық саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өнім интерпретациясын жасау. Бүгінгі жаңа тақырыпта бізде тірек сөздер кездеседі: ғарыш, ғылыми-техникалық прогресс, шикізат, интенсивті тип және экстенсивті тип деген. Бұл біздегі жаңа тірек сөздер. Оқушылар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз бойынша видео сабаққа назар аударсақ. Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасы қандай деңгейде болды? Қандай жаңа зауыт, фабрикалар ашылды? 1958 жылы қандай маңызды оқиға болды? Байқоңырдың салынуының тарихи маңызы қандай? Аталған сұрақтарға жауап берейік. Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасы қандай деңгейде болды? Қазақстанда 1946 жылға қарай зауыттар мен фабрикалар қайта жанданып, өнеркәсіп орындары қайтадан іске қосылды. Жалпы КСРО бойынша ауылдар жанданып, қалалар қирандыдан тазартылды. Миллиондаған жауынгер бейбітшілікке қайта оралды. Қандай жаңа зауыт, фабрикалар ашылды? 1946-1951 жылдары еңбекшілердің қалың топтарының күш-жігер, қажырлы қайрат көрсетуінің арқасында
Республикада болат прокаты, қара және түсті металлургия, тау-кен және көмір өнеркәсібіне арналған жасанды талшық өндіру жолға қойылды. Осы жылдары қара металлургия өндірісі кеңінен дамыды. 1947 жылы Өскемен Қорғасын мырыш комбинаты алғаш рет мырыш шығарды. Балқаш мыс қорыту зауытының қуатын арттыру жұмыстары жалғасты. Республикада көмір өндіру қарқынды дамыды. 1965 жылға қарай елімізде 19,5 миллион тонна көмір шығаратын өндірістік қуат іске қосылды. 1954 жылдан Екібастұз бассейнінің егер сабақ көріп біткен болсақ, ол жаңа тақырып бойынша біздің сол әдіс арқылы тапсырма орындаймыз. Бұл әдіс бойынша тапсырма орындау үшін біз 4 топқа бөліндік, яғни Екібастұз, Жезқазған, Балқаш және Шымкент болып. Енді бұл тапсырмада бірінші топ, яғни Екібастұз реформаның күшті жақтары туралы мәлімет жазып бересіздер. Екінші топ реформаның әлсіз тұстарын, үшінші топ реформаның мүмкіндіктері, төртінші реформаның қауіпті жақтары. Түсінікті ғой, енді әр топтан бір-бір лидер келіңіздер. Мына жерде сіздерге қазір ақпарат берген, осыдан аласыздар да реформаға өздеріңізге берген тапсырманы орындап топ бойынша жұмыс жасайсыздар және орындап біткеннен кейін сол бойынша қорғап бересіздер. Жарайды ма? Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Сіздерге берген уақыт бітті, тапсырманы орындап бітсеңіздер, бірінші топтан бастап тапсырманы қорғауға. Сізге берілген тапсырма реформаның күшті жақтары. Біріншіден жекелеген өнеркәсіптер бір орталыққа бағынды. Ал екіншісі көптеген өнеркәсіптер мен фабрикалар іске қосылды. Үшіншіден елдің экономикасы жоғарылады. Берілген тапсырма реформаның әлсіз тұстары. Бір, экономиканың жекелеген салаларын тұтастай басшылық жасауға мүмкіндік болмады. Екі, жекелеген салалар техникалық жағынан қайта жабдықтауда үстіне нұқсан келтірді. Үш, өндіруші мен тұтынушы арасындағы бұрындағы қарым-қатынастар өзгеріссіз қалды. Төрт, бұрынғы кәсіпорындар министрлік тарапынан бақылауда болса, енді оларды халық арасында кеңестер бақылайтын болды. Бес, экономикалық тетіктер дұрыс жұмыс жасамады. Өте керемет. Үшінші топтан түп жауапты болға. Осы реформа негізінде Қырғызстан республика аймағында тиімді түрде дамыды. Әкімшілік шаруашылық басқарма аппараттары елеулі түрде қысқартыла бастады. Заңсыз тартылған жер, мал, техникалар колхоздарға қайтарылып берілді. Олардың 95% жүйелі түрде жұмыс жасады. Керемет. Төртінші топ бойынша қауіпті жақтары Семей полигоны ата кететін болса, көптеген қару-жарақтар сынақтан өткізу арқылы Семей облысына көптеген аурулар көбейе бастады. Оқушылар тапсырманы орындап біттік және қорғадық. Енді осы тапсырманы орындау барысында топ бойынша бағаласақ, біріміздің бірінші топ 2-ке, екінші топ 4-ке, төртінші топ 3-ке, үшінші топ 1-ге. Өз жұмыстарыңызды беріңіздер, топ бойынша бағалайсыздар. Бағалау максималды балл 5 балл бойынша. Енді бізде екінші ойын түріндегі тапсырма бар. Біз ол қима қағаздар арқылы яғни сіздерге көрсетіліп тұрған 4 суретті қима қағаздар ретінде кесіліп тасталған. Соны сіздер топ болып жинайсыздар және ол қай өндіріс орны екеніне анықтама бересіздер. Жарайды ғой? Әр топтан бір-бір лидердің келіңіздерден әжеден 4 қима қағаз аламыз. Қима қағаз алыңыздар, содағы суреттерді құрастырамыз, яғни мозаика есебінде. Болсақ, қорғауды бастайық. Бірінші топтан. Бұл суретте Екібастұз көмір алабы бейнеленген. Екібастұз көмір алабы Павлодар облысында орналасқан дүниежүзіндегі аса ірі көмір заводтарының бірі. 1876 жылы зергер Қасым Пішембаев бұндағы көмірді тапқан. Алғашқы барлау жұмыстары 1896 жылы көмір шахтарында өндіре басталған. Біздің суретте бейнеленген Жезқазған кен байыту фабрикасы. Жезқазған кен байыту фабрикасы 1943 жылы Жезқазған комбинаты болып құрылды және де 1954 жылы нөмір 1 Жезқазған кен байыту фабрикасы болып құрылды. Біздің суретте Балқаш мыс қорыту зауыты бейнеленген. 1938 жылы мыс алабын салуға қаражат бөлінеді, жұмыс 1938 жылы наурызда фабриканың салынуы жүреді және 24 қарашада бірінші Балқаш мыс алынады. Бұл суретте Шымкент
гидролиз заводы менен жалпы Шымкент гидролиз заводы 1940 жылдан бастап бөлініп өзі жұмыс жасап бастаған. Бүгін біздің үшінші тапсырмамыз Слепите бағдарламасы бойынша біздің жаңа тақырыбымыз бойынша сұрақтар 100, 200, 300, 400 деген сияқты ұяшықтар орналастырылған. Осы бойынша сұрақ жауап тапсырмаларын орындаймыз. Жарайды ма? Бірінші топтан кім Лаура Қарабай? Ұяшық номері? Реформаның кемшіліктері 200. Бұл жердегі сұрақ 1957 жылы реформаның нәтижесі. Реформаның нәтижесі, яғни партияда қазақ коммунистіктері осы жүзеге асырылып жатқан экономикалық реформаның кемшіліктерін айтып жүрді. Кемшіліктерін ашық айта бастады, иә? Енді дұрыс жауабын көре берейік. Партияда қазақ коммунистері реформадағы кемшіліктерді ашық айтты дейді. Жауап дұрыс қой, иә? Екінші топтан. Реформаның кемшіліктері 100. Реформаның кемшіліктері 100. Сізге берілген сұрақ 1957 жылы реформаның заң жүзіндегі атауы қалай болды? Өнеркәсіп пен құрылыстың басқару ісін ұйымдастыру. Өнеркәсіп пен құрылыстың, дұрыс жауабын көрейік. Өнеркәсіп пен құрылыстың басқару ісін ұйымдастыру. Үшінші топтан. Теміртау толқуы 200 ба? Теміртау толқуының шығу себептері. Жұмыстардың босап қалуы және оларды үймен азық-түлікпен дұрыс қамтамасыз етпей алатындығы ма? Жұмыстардың жұмыстан босап қалуы. Дұрыс. Төртінші топтан Қарабай. Теміртау толқуы 100. Теміртау толқуы 100. Теміртау толқуы қашан болды? 1929 жылы жазылды. 29 жылы жазылды. Бүгінгі сабақ қорытындылай келе, сіздерге дөңгелек әдіс бойынша сұраққа дайындап келдім. Сол сұрақтарға жауап берейік. Жұмысқа да, Жанус Кирева. Келіп келіңіз, намысып айналдырасыз. Сіз сұраққа келіп тоқтайды. Қатар айналдыра беріңіз. Экономиканы әскерлендіру неге әкеліп соқты деді? Экономиканы әскерлендіру барысында химиялық, бактериялық және де ғаштық станциялар алаңдар құрыла бастады. Және де солардың ең ірісі Семей полигоны болды. Семей полигонында көптеген жарылыстар жасалып, сол аумақтағы жердің құнарлылығы өсімдіктерге және де адамдарға көптеген зиян келтірілді. Керемет. Отырамыз. Дұрыс қой, иә? Кім келеді? Орда. Керек. Айналдырып берейік. Сізге түскен сұрақ 7 жылдық жоспар белгіленген жыл. 7 жылдық жоспар. 1957 жылғы Колпының 21-ші ғасырдағы съезін. Жоқ, дұрыс емес. 1959 жылы Колпының 21-ші съезінде. Дұрыс болмай қалды, балым. Келесі оқушы кім шығады? Келесі шығады. Келе өзіңді. Сізге түскен сұрақ өнеркәсіп пен құрылысты басқару ісін жетілдіру заңы қабылданған жыл. 1950 жылы қабылданды. Дұрыс емес, иә? Қай жылы? 1928 жылы. 1927 жылы. Нұрлыбек дұрыс. 1927. Сабақ қорытындылай келе біз сіздің кері байланыс есебін ретінде SMS әдісі бойынша тақтаға сабақта не ұнады, сабақта не түсініксіз болды және сабақта не өзгерту керек болса 3 ұялы телефон қойдым. SMS әдісі бойынша алдарыңызға стикер берілді, соған өз пікірлеріңізді жазып кері байланыс жасаңыздар.